Сәлеметсіңдер ме ізденімпаз балапандар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 55-ші сабақ шөл далаға саяхат. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз балалар. Бірінші тапсырма ойлан. Шөл сөзін естігенде ойымызға не келеді? Шөл сөзін естігенде сусыз, құмды немесе құрғақшылық елестейді көзімізге. Яғни шөлдеу және де тағы да басқа. Екінші тапсырма. Орында сұрақтарға жауап беріп тапсырмаларды орындандар дейді. Шөл даланың ыстығынан сақтану үшін не істейсіңдер? Сызба сурет арқылы көрсетіңдер. Шөлді жерде жүретін көліктердің суретін не логотипін табыңдар. Шөл далаға лайық киім-кешек алатын заттарды дайындандар. Заттарды сызба немесе топтастыру арқылы көрсетіңдер дейді. Жай ғана мына суреттегі балаға қарап бірнеше киімдерді тауып та тұрған шығарсыңдар, иә? Шөл далаға ыстық өтпейтін аяқ киім, ақ түсті немесе ыстық тартпайтын киімдер матадан тігілген, иә? Шөлді басу үшін арнайы сусын, және де басына орамал болмаса шляпа болмаса бас киім киіп алу керек күн өтпеу үшін. Ал шөл далада алуға арналған заттар біріншіден қара очки, себебі көзге де әсер етеді. Компас адасып кетпеу үшін шөл даланың барлық жері бірдей бір тегіс болып жатады. Қол шатыр, жол дорба, сусын, қажет жағдайда тамағы, күннен қорғайтын кремі, кейде егер қонатын болса арнайы жиналмалы шатырын болмаса төсегін алса да болады балалар. Келесі суретте шөл далада арналған автокөліктер. Шөл далада негізінен үлкен жол талғамайтын көліктермен жүреді, саяхаттайды. Болмаса квадроциклдармен, болмаса түйелермен саяхаттауға болады. Келесі жаттығу. Түсініп оқы, түртіп алу әдісімен оқы дейді. Шөл жер шарының ыстық әрі құрғақ өңірі. Дүние жүзіндегі ең үлкен шөлдер Африкадағы Сахара, Аустралиядағы Виктория, оңтүстік Америкадағы Атакама шөлі. Азияда орналасқан ең үлкен құмды шөлдер Қарақұм мен Қызылқұм. Шөл өсімдіктері мен жануарлары ылғал тапшылығына, шақырайған аптап күнге, сусыған құмға бейімделіп алған. Қарақұм шөлінде жаз кезінде көлеңкедегі ыстық 50 градусқа дейін барады. Құмның ыстығы соншалық оған жұмыртқа пісіруге болады. Мұндай аптапқа өсімдік қалай шыдайды екен? Шөлде өсетін сексеуіл жалпақ жапырақты орман ағаштарына мүлде ұқсамайды. Онда жапырақ орнына сөлге толы қошқыл жасыл шашақты бұтақтар өседі. Себебі жапырақ кіші болған сайын ылғалдың булануы азаяды. Өсімдіктер осылайша сая таптырмас аптапқа да қалыптасады. Шөл өсімдіктерінің дені ылғалдың мол кезінде ерте көктемде немесе күз түскенде тіршілік етуге бейімделген. Ерте көктемде құмның арасы бірнеше апта кілемше құлпырып ғажайып түрге енеді. Көп ұзамай аптап күн осынау жасыл кілемді сарғайтып тез күйдіріп жібереді. Алайда өсімдіктер гүлдеп тұқым шашып үлгереді. Шөл жәндіктері де аптаптан пана табудың жолдарын біліп алған. Олардың көпшілігі күндіз ін түбінде жатып, күнкөріс қамына түнге қарай кіріседі. Міне сусыған Қызылқұмның жалында тас мүсіндей қатып кесіртке тұр. Ол құйрығын әредік қайқан еткізіп қойып, өзінің қорегін майда қоңызбен көбелекті аңдуда. Бұтаққа оралған сұр жылан өз олжасын бағып қалшиып қатып қалыпты. Ол кесірткенің өзіне таянған сәтін күтуде. Оны оқ жылан деп бекерге атамаған. Құм жалдарының арасы шұрық-шұрық інге толы. Бұл ірі құм тышқанның жерасты қалашығы. Осы арадан ұзындығы 1 метрден асатын алабажақ кесіртке келесті де кезіктіруге болады. Сүйріктей сұлу қара құйрықтың көзді ашып жұмғанша құм жылдап асып бара жатқанын байқайсың. Шаңқай түсте шөлдегі тіршілік мүлде толастағандай. Жануар жәндік атаулы қыбырсыз көлеңкелеп жатады. Жал құмды түнде қолшаммен араласаң неше түрлі жануарды кезіктіресің. Құмға қарағанда тастақты саздақ шөл даланың тіршілігі әлде жұтан. Тас болып кеуіп қалған қу тақырда жусан мен көкпектен басқа жөнді ештеңе өспейді. Мұнда сазарып жатқан шөлді жәндік атаулының көпшілігі мекен ете алмайды. Мұндай шөлдің бірі Қазақстандағы бетпақдала. Осынау тақтайдай
Қу тақырдан жаздың ыстық айларында ұшқан құс жүгірген аңды кезіктіру қиын. Су бар жерде ну бар дейді халық мәтелі. Су шөлдің кейпін мүлде өзгертіп гүл жайнатып жібереді. Жайқалған мақта танабы, шырынды жеміс, қауын қарбыз судың дархан күннің қуатымен пісіп жетіледі. Шердің шөлін қандыру үшін адамдар ерте заманнан бері қолдан тоған байлап, арық қазып, суармалы егістікті пайдаланып келеді. Жыл сайын шөл даланың игерілген бөлігі молая түсуде. Әредік деген сөз кейде деген сөзді білдіреді екен. Енді тапсырмамызға көшейік. Шөл өсімдіктерінің қандай ерекшелігі бар? Бетпақ даланың сипатын тауып оқы. Шөл даланы игеру дегенді қалай түсіндің? Күнделікті ақпарат құралдарынан, газет, журнал, энциклопедиялық анықтамалардан қоғамдағы өмір, ғылым, мәдениет тағы басқалар жайлы әдеби танымдық мақалаларды, хабарларды, күнделікті жаңалықтарды оқуға болады жауап ретінде. Төртінші сұрақтан бастап жауап берейік. Шөл өсімдіктерінің қандай ерекшеліктері бар? Шөл өсімдіктері әбден ыстыққа үйренген. Шөл даланың өсімдіктерінің қалыптасуының өзі орман ағаштарына ұқсамайды. Кейбірі күндіз інде тығылып жатып, кешкісін тіршілік қамына кіріседі. Яғни аптап ыстықтан аман қалуға, әрекет жасауға дағдыланған, я? Бетпақ даланың сипатын тауып оқы дейді. Бетпақ даланың сипаты мына абзацта көрсетілген. Құмға қарағанда тастақты саздақ шөл даланың тіршілігі әлде қайда жұтаң. Тас болып кеуіп қалған қу тақырда жусан мен көктектен басқа жөнді ештеңе өспейді. Мұндай сазарып жатқан шөлді жәндік атаулының көпшілігі мекен ете алмайды. Мұндай шөлдің бірі Қазақстандағы бетпақ дала. Шөл даланы игеру дегенді қалай түсінесің? Шөл даланы игеру, шөл алқаптарын пайдаға асыру деген сөз. Суару, арықтар қазу, егістік егу, жерді тыңайту. Кез келген жерге күтім берсе, игерсе ол жерді көркейтуге болады. Және осылай шөл даланың аумағын азайтуға болады. Өздерің білетіндей балалар, күннің ыстығында да жақсы өнім беретін өнімдері бар. Қарбыз, қауын сияқты, сондай егуге болады. Келесі жаттығу: жазылуы қате сөйлемді анықта. Шөл дегенде қайнаған су іш, шөл дегенде қайнаған су іш. Бізде қате сөйлем шөл дегенде қайнаған су іш. Бұл жерде мағынасы шөл деп айтқан кезінде қайнаған су іш деген сияқты естіледі бізге. Сол үшін бұл қате сөз. Келесі жаттығу: шөлді жердің жануарлары мен жәндіктерін ым-ишара, қимыл, қозғалыс, дыбыстау арқылы көрсетіңдер. Бұны суреттеуге қарап, болмаса өздерің білетін үйде жаттығасыңдар. 9. Шөлді жер туралы қандай жаңа ақпарат алдың? Шөлді аймақтар туралы деректі фильмдер көріп, қосымша ақпарат жина дейді. Шөлді жер туралы қандай жаңа ақпарат алдың? Шөлді аймақтар өте қауіпті жерлерге жатады десек те болады. Шөлде саяхат жасау үшін арнайы дайындық және арнайы бірнеше саймандармен арнайы көлікпен жүру керек. Шөл даланың құрылымы, өсімдіктері де басқаша. Киноларда шөлде улы жәндіктердің көптігін байқауға болады. Шөлде ұзақ уақыт қалу адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Шөл жазық дала болғаны үшін компассыз саяхаттау адасуға келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сабағын аса лайк, комментарий міндетті түрде ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар, бес алуларыңа тілектеспін.